Кетейін. Мына неме күннің итейтек осты мүскілеп біздің есіктің алдынан шықпайды. Байлақ қоймай ма екен? Келінжан, жалғасжан тұрды ма? Оятайын бата тұрған жоқ әлі. Демалып жатқан болса оятпай қой шырағым. Әбден шаршады ғой, мынау 2 ай бойы сапарда болу оңай емес қой. Ол қай бір жетісіп демалды рейсің, бүгін кабинада, тамағында сол кабинасында ішіп. Ата, түннің 1:30-да келді. Тіпті нан ауыз тиюге де шамасы келген жоқ. Ой, бұл ішлеккесі қатып жатыр деш. Осыған бір тек әлгі жалақысы бар тұрақты бір жұмыс тауып беру керек болды. Әнеуін әлгі кім келген кезде Алтынбекке айтып едім әлгі. Бір жұмыс тауып берсеңдер деп. Қытайдың әлгі шекарасында таможнийінде нем бар дейді ғой, кеденінде танысым. Соған орналастырып берем деген сияқты еді. Ата, құрғақ қасық ауыз жыртады емес па? Ол қазір кімде қанша таныс адам болса да, оған бірдеңе бермесең ана жақтағылар ала ма екен жұмысқа? Кім біледі енді, ала сиырды сатсақ та әйтеуір беретін еді, қой беретін. Армысыздар ағайын, эфирде ат болмасын бағдарламасы. Ұятты жиып қойып көре беріңіздер. Жалғас. Әке, тұршы. Тұршы енді. Тұршы, ең болмаса чай ішші, тамақ ішші, тұршы. Ой, болды енді әурелеме ғой. Байқұсай, әбден бала шағаңды асыраймын деп асып тозып та Бағзан, әкенің жанынан тұраны әлі. Бүйткен жұмысы құрсын. Тамағын бер анан. Бүйткен жұмысы құрсын. Одан да үйде отыра бергеннің өз артық. Тыныш, айғайлама, ұйықтап жатыр. О, Айгүл шалың кеп қапты ғой. Айғайлама десе. Уағалейкумассалам. Қалайсың? Жаңа жолдың ар жағынан қарасам, Жалғастың КамАЗын көріп, көзім оттай басылды. Келді ғой. Ай, тамағын бер бала. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум. Қалыңыз қалай? Құдайды. Жағдайың жақсы ма? Өздерің қалай, әке. Апаң күйлі атты ма? Шалдың жағдайы жақсы. Апам анда мұнда науқастанып қояды. Енді, кішкене жасы келген адамдар ғой. Рамазан мінекі жақсы келдің. Алау әлі Жалғас келді мінекі, 2 айдан бері. Сілек-пеш шығып мінекі ұйықтап жатыр. Ай, қасынай. Алғияны 2 ай сапарда болды, өздерің білесің, құрдасың ғой. Осыған бір енді тұрақты мынау таңертең кетіп, кешке жақын келетін жалақысы дұрыстау бір жұмыс тауып берсеңдерші. Тым болмаса әлгі өзің істеп жүрген жерден қолынан келеді ғой, әлгі танкі, трактор айдаса да бірдеңе. Ой, ақсақалай, Жалғасқа мен баяғыда айтқам. Бізге келіп, бірге жұмыс істейік, бірге жүрейік деп. Сөйсем бұл қоймайды, ой, сендердің жалақыларың Ой, оның үстіне тәртіптерің қиын деп жаны қиналады. Тәртібі несі? Мен анау төтенше жағдай агенттігінде қызмет істеймін ғой. Бізде тәртіп қатал, әскердегі сияқты жүгіріп жүреміз, ақсақал. Енді ол қандай сонда? Енді біз мынау жер сілкінсе, үй құласа, топан су басса, анау келе жатқан пойыз рельстен шығып төңкеріліп жатса, соны қасы басында біз жүреміз. Астапыралла. Сонда енді қашан жаңағы пойыз құлап қалады, қашан мынау топан су басып кетеді деп соны күтіп отырасыңдар ма? Қашан өрт болады деп? Жоқ, ақсақал. Мысалы, апам сізге қатты ұрысқан кезде үй сілкініп кетеді ғой. Ал енді жер сілкінгенде не істейсіз? Енді ол Құдайдың ісі ғой қалам. Сол Құдайдың ашуынан туған қатты зардаптардың басы қасында біз жүреміз ғой шапқылап. Рамазан, мынау әйел мен еркектердің ортасындағы ұрысшы, оларды да былай түзейсіңдер ма? Ана Бақыт бар ғой, Бақыт пен Гүлнар. Өткенде тағы да қырып пышақ болып ұрысып қалды да, Гүлнар Бақыттың бетін тырнап алды. Ай, ондай жағдайлармен біздің шаруамыз жоқ. Біздің жұмысымыз тек еркектердің жұмысы. Мына Жалғас досыма айтам, біздің жұмысқа келсең нағыз еркек болып шығатын еді. Ойбай, немене? Жалғас онсыз да нағыз еркек. Мынау сосын Жалғасты бәріміз guайым болып жатыр. Мынау дүниесі құрсын, бейнеті көп. Мына бастықтарың сендердің генерал ма? Жоқ, Шалбайға ғой өзіміздің. Баяғы әкім болған Шалбай ма? Сол ағамыз. Оны танимын ғой. Сен бір ауыз айтшы, мынау Ақылбай ақсақал айтып еді, анау Жалғасты айтқан екен деп соны жұмыс қалсын еді. Сонда сендердің талаптарың қандай ол? Біз енді мынау төтенше жағдайдағы жігітті шапқылап жүрген жігіттердің барлығы шетінен нағыз жігіттер. Екіншіден Шәмші Қалдаяқовтың әндерін жатқа айтады барлығы. Біледі біздің балада. Айтпақшы ақсақал, біздің сол бастықтың туған күні жақында. 55-ке толады. Сол кісінің құрметіне мына менің Жалғас досымның
үйін жаңа тапқан. Осының құрметіне Е. жақсы бір ән салып берсем қайтеді? Мен сөйтші мынау әлгі өзіңнің даусыңды да сағынып қалдық. Ақсақал, мынау армияда жүргенде бір сыған қызға ғашық болған. О, Құдай, мінеке осыларға Соғандарына жолап берсең ғашық, машық, келін білемін. Білу керек. Hep білу керек дейді, ой Алла. Айтып берсем қайтеді? Айтамын. Қайнаған қаны бар қалыңдық табылар үміт болса күн туса басыңа мойыма жасыма жігіт болсаң шалқысын жар тарап төгілші тебіренші о гитара жан серігім төгілсін гитарам жаным тарықпасын ән қалықтасын қайранбасын ғаріп басын көзіңді жұмбай қамықпасын тулаған қаны бар тұлпарда табылар үміт болса шаттықты туысқан шығарма осыдан жігіт болсаң шалқысын жар тарап төгілші тебіренші о гитара жан серігім төгілсін гитарам жаным тарықпасын ән қалықтасын қайранбасын ғаріп басын көзіңді жұмбай қамықпасын шалқысын жар тарап төгілші тебіренші о гитара жан серігім төгілсін гитарам жаным тарықпасын ән қалықтасын қайранбасын ғаріп басын көзіңді жұмбай қамықпасын Ой, бәрекетті, өркөнің өссін шырағым. Жақсан екен оянып кете ма деп зәрем қалмады. Ал енді Айгүл, Дегенім ғой. жігіттің оянса, менімен хабарлассын. Жұмыс жайында ақылдасуымыз керек.
Жарайды, айтайын. Сөйтші әкем Рамазан. Міндетті түрде айтайын. Мына өнді ақыңды жемейміз ғой, береміз. Ой, ақсақал Жемейміз қандай ақ? Бұл менің досым ғой, құрдасым ғой. Енді осы құрдасыңды бірдеңе қылып енді әйтеуір өзің аманаттан. Иә. Жақсы, жақсы. Құдай қаласа хабарлассың міндетті түрде. Жақсы Рамазан. Әй, әлгі Өмірәлі әкеңе сәлем айт бізден. Жақсы, жақсы. Аман болып тұрыңыздар. Өмірәлі атаға сәлем. Жақсы, жақсы. Жақсы жолың болсын әкем. Әйеліме көйлегімді үтіктеп қой десем, үтіктемепті. Сондағы кие салдым. Костюмнің ішінен көрінбейді ғой, Айгүл. Ау, Ау Айгүл. ау. Су әкеші. Қазір жаным. Қазір күні. Су ішкенше сорып ішпейсің ба? Ыстықтай сорпа дайындап қойғам. Ішесің ба? Қойшы. Ұйқым кеп тұр. Байқұса. Әбден тоз шығып бітіпті. Мынаны қайсың далаға тастағасыңдар екен. Кезінде өзіміздің еңбекпен тауып алған дүниеміз өт. Мағжан шығарады да ойнап жүріп тастап. Айқа енді бұл да бір әлгі ескінің несі ғой. Ей, ана әлгі әкеңнің камазын біреулер айнын соқтап жүр. Жүгір барып көрікпіш, шықып кетіп жүрмесін ана бірдеңесін. Балонын тесіп. Үйбай ай жаным ай. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба, Майра апай? Айналайын мынау. Майра ғой. Иә, Майра. Жақсы екен, ой айналайын төргөч. Төрлетіңіз Сені келіңіз, көреміз отырыңыз. деп ойлап бедік. Көргенді арманда, ойбай сені көрмегенді арманда. Мына әлгі Қытай секілді ол елді таңдандырып, Европаны тамсандырып жүрген мына өзіңді ойбай қарлығашымызды аяламасақ алақанға салып несіне жұт болып жүрміз. Ойпырмай, өзіңді мынау көретін күн бар екен ау әкем. Мынау енді өзіңді әкем әнші ретінде жақсы білеміз. Ал енді өмір баяныңды әркім әртүрлі айтып жүр. Мына білісіп, жөн сұрасып отырған жақсы ғой, сол өмір баяның туралы өзіңнің аузынан естісем деп едім. Мен енді 94 жылы осы атамекенге ат басын бұрып, осында келдім Алматыға. Енді бала шағымыздан енді осы атамекенге деген сағыныш, осы жаққа деген бір талпыну, сондай бір арманымыз болды. Шіркін-ай, осы Қазақстан деген бір мемлекет болса екен деп. Сол арманды Құдай міне бізге бере салған екен ғой. Иншалла Құдай. Иә, содан осы 94 жылы ат басын бұрып, осы елге жұртқа келдім. Әке шешем әлі сонда, бауыр туысқандарым барлығы сонда қалды. Енді Алла бұйырса, осы жаңа ғасырда, 21 ғасырда бәрін амандық болса ел жұртқа алып келем ғой деген сол талпыныста, ойда жүрмін. Дұрыс айналайын. Ол дұрыс болған екен. Мына жаңағы енді сол ел туралы айтып атсың ғой, енді ол жақтың жаңағы келгеніңді айтып атсың. Ол елдің енді салт дәстүрі бөлек. Мына енді біздің осы өзіміздің елге келіп сол мына өзіміздің дәстүрді мына әлгі біздің өмірдің тіршілігіне үйрен алдыңдар ма, жоқ әлі бөтенсіп жүрсіңдер ме? Жоқ, мен бірден үйреніп кеттім. Өйткені қай жерде болмасын дүниенің мынау жан жағына тарап кеткен қазақтар қалай болмасын өзінің қазақтық дәстүрін, өзінің салт жаңағы сал, иә, бәрін сақтап қалған. Сондықтан мен ойлаймын, бірден келгенде осы жерге өзім қалай сіңіп үйім сияқты. Бірақ бір енді қиыншылық болған жер, мынау келе салған кезде көбісінің орысша сөйлегені сол қиындау болды. Енді орыс тілін білмеген соң көшеде жүргенде, троллейбусқа отырғанда кісілерменен бір жол сұрайын десеңіз бәрі орысша сөйлейді. Бірақ иншалла қазір ақырындап енді оны да үйрену үстіндемін. Мына әлгі қазір егемендігімізді алып, ел болып, тілімізді қолға алып жатырмыз ғой. Енді кезінде бәрімізді де осы балаларды орысша сөйлетіп осыларға ертеңнен сұрап жей алмайсың деген. Мінекей Құдай шүкір, қазір мінекей ел басының арқасында осы өлке өзіміздің армандаған жағы тілек ниетімізге жетіп тілді неғып жатырмыз. Одан енді қиналмассың. Рас енді анау шеттен келетін оралмандардың көп осы орыс тілінен қиналып қалады. Ал енді жаңағы арғы жақтағы біздің жаңағы әлгі қазақ туысқандардың жағдайы қалай? Жағдай енді
Болады, әркім мысалы шеттегі жүрген қазақтар қай мемлекетте болған болса, сол жердегі қазақтар алдымен сол мемлекеттің тілін үйренуге, мысалы сол жердің дәстүріне сіңбесеңіз, ол сол жерде өмір сүру қиын. Сондықтан мысалы мен өзімде семьяда отбасында қазақша сөйледік, бірақ мектептің бәрін қытайша оқыдық. Сондықтан ол жақтағы қазақтардың көбісі өзінің салт дәстүрін сақтаған, үйде қазақша сөйлеп, мектепте қытайша оқып, бұлай тұрмыс жағдайы кәдімгі біздің қазағымыздың салтын, біздің өзіміздің дәстүрін сақтап жүрген. Енді тұрмыс жағдайы әркім, сол Қытайда қазақтар енді Қытайдың саясаты қазір тыныш ел ішінде. Әркім сол өзінің экономикалық жағдайын көтеру үшін, әр семья, мысалы, отбасынан мемлекет басталады ғой. Сол жаңағы семья өздерінің отбасындағы тұрмыстарын көтеруде. Мына енді әлгі бізде осы Қытай тамырларымыз. Солар жаңағы әлгі құрт құмырсқаның етін жейді дейді. Сол рас па, құрт құмырсқа жейді дейді, жылан жейді дейді. Ол енді шынында да сондай бір қазір сөз тарап жатыр. Тек қана қазір аспанда ұшып жатқан самолетті жеу қалды. Жер бетіндегі кетіп бара жатқан пойызды жеу ғана қалды деп сөйтіп қалжың сөз бар. Шынында да енді осы халықтың мынау ұшып жатқан, қонып жатқан неше түрлі жәндіктің бәрін жейді енді олар. Ой, Алла естағфирулла. Майра апай, сіз құрбақаның етін жеген жоқсыз ба? Міне. Жоқ, оны жегім жоқпын, бірақ мен жыланның етін жеп көрдім. Ой, Алла, я. Мынау жыланның еті кәдімгі тауықтың етіне ұқсас, әппақ сондай дәмді келеді екен. Астағфирулла. Бірақ ол тағы кісілерге пайдалы дейді. Маған премьер-министрдің бірінші орынбасары онша ұнамайды. Салмағынан гөрі оның қоқаңы үлкендеу сияқты. Ой, мына немене қойған мына жердің бәрін, мына жіпті кішкене жоғарырақ тартса қайтеді екен. Сәлеметсіздер ме? Майра келуіңізбен. Ата, балаңыз келіп көзайым болып жатырсыз ба? Құдай деп айтып. Жақсы болған екен. Ей, Айгүл, сен не істеп жатырсың? Қалайсың? Мына жалғастың жақсы көретін тамағы ғой, палау пісірейін деп жатырмын. Ой, палауда басты рөлді сәбіз емес, күріш атқаратын ұмытпағаның жөн. Оны білеміз ғой. Түкті де білмейсің. Күріштің қадір қасиетін толық білу үшін мен сияқты сыр өңірінде дүниеге келу керек. Қойшы. Танып отырмын, мына күріш бар ғой? Біздің сыр елінің күріші. Қойшы, күріштің дәнегіне жазып қойып па, сыр елінің күріші екен деп? Мен бұл күрішті иісінен танимын ғой. Тіпті қай жерден шыққанын да білемін. Бұл күріш Тереңөзек ауданының Шаған деген ауылынан өсіп өндірілген Ақмаржан деп аталатын күріш. Бұл күріш бар ғой, ана Ақжол ағаның бизнесмен қайындарының бартеріменен Шахизаданың магазинінен атаның зейнет ақысына алып келінген күріш. Саған жеңіс, сен өзің білгіш болып кетсің ғой, көріп келдің бар емес бос сені? Күріш деген ырыс қой. Қарашы, қандай әдемі көзің жауын алады. Мына күрішті тазалаудың өзі әдемі процесс. Келме саған үйретейін. Мына арасына кіріп кеткен мына қара тастар мен қабыршақтар, осылардың арасына кіріп кеткен шпиондар сияқты. Оны былай аласың да, былай лақтырып тастап отырасың. Әттең мен сенің палауыңды пісіріп берер едім. Бірақ уақытым жоқ. Мына жақсы көретін қайнағамыз 50-дің 5-еуіне келіп, соның тойына барғалы жатырмыз. Ай, жеңіс, қандай бақыт, күйеуің қандай бақытты десейші? Әрине бақытты. Мына тамақты пісіргенде мен әдемі пісіремін. Мына палауыңды бар ғой, өзбектен артық пісіріп беремін. Ойшей, қане әке. Киім үтіктеген де қандаймын мен. Ән де салам десеңші? Әнді де. Жеңіс, екеуміз екі жақтан тазалап жіберейік. Жалғыз қарны аш, әбден жол жүріп кешетін. Жайраңдап жаздағатын еді, есімде қайраны сыр сұлу. Таңертең сонда баратын еді, толқынға қомар бір сұлу. Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туған ұлын айналсын. Жайқалған ақ күрішін жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасың. Тұрғандай қарап толқынды сырға бір сұлу
әсем жан сыры сәуле боп ойнап жатқандай суда көзінің ерке жарқылай аңсатса сырыңыр ән тербер жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сән сұлуы қайдасың қайтама сол қыз жайраңдап сырдан толқынды шашын күн қағып қалама қарап жағада тұрған күрештің басы ырғалып аңсатса сырыңыр ән тербер жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасың сыр бойы түгел сол қызды мақтап жігіттер әнін шертеді тізілген тісі күріштей әппақ сырдан да жаны ерекеді аңсатса сырыңыр ән тербер жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасың аңсатса сырыңыр ән тербер жүрегімді өзіңнен туған ұлың айналсын жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін қайран сол сыр сұлуы қайдасың шай ішіңіздер. Айгүл, Шай алып отырыңыздар. Çay içecek. Айгүл, Ау! мен сұлу келіншек бұлғая. Ай, жеңіз! Сенің өзіңнің түр сипатыңа сөз бар ма? Осы біздің ауылдың Мадоннасы сияқтысың. Ой, мені іздеп жатыр. Ана тойға дайындап, ананы мынаны дайындап жатыр еді ғой. Жақсы да, жеңіз тоқта шелегіңді алып кетме. Ойбай. Ah Xuday. Ғафу етіңіздер, кешіріңіздер, сау болыңыздар. Сау бол, жақсы. Біздің осы келін аға осы шапқа айтта жүреді әйтеуір. Күйеуінің дауысы шықса қорқама жоқ әлде сыйлай ма әйтеуір осы тыным таппай кетеді. Мына әлгі өзіңді жаңағы әлгі жолдасың өстіп айқайлап тұра ма жоқ әлде үндемей сөйлесесіңдер ме қыз? Енді семья болған соң кейде болады ғой ондай. Дұрыс айтасыз. Майра апай, сіз орысша білесіңіз бе? Білмеймін. Бар жүгір ойында. Орысша дегеннен шығады ау қызым. Мына әлгі біздің осы әншілеріміз ән айтса міндетті түрде бір орысшаны қосып айтады. Өзің орысшаны айтайын деп жүрген жоқсың ба Майражан? Енді әнші болған соң, әсіресе мен енді опера әншісімін ғой. Иә. Бізге талғам жоғары, әр тілдің, әр мемлекеттің тіліменен опера орындау керек. Енді соңғы кезде соғанға кішкене еріктеп енді орысша үйреніп алайын ба деп осы орысшада операның арияларын айтып көрейін ба деген сондай бір дайындықта жүрмін. Дұрыс екен. Мына әлгі жаңағы әр жерде жүріп, әр елдің деп жатқаннан шығады осы мына біздің елбасы мен жаңағы Қытайдың елбасылары кездескен кезде сол екі жаңағы елбасыларын тамдандырып Қытайша, қазақша ән салып дейді. Сол рас па? Ол шынында да рас. Мынау бір жағынан мына себепкер болған осы Қазақстанға келіп менің бір жұлдызымның жануына себепкер болған. Бір жағынан осы бірінші рет біздің елбасымен танысқан бір сәт, осы Қытайдың басшысы Чжан Цземин деген.
мырза келген кезде осы мәдениет министрлігінен біздің театрға бір сондай сұрақ келді. Қытайша ән айтатын әнші бар ма екен деп. Сосын талғам маған түсті. Сосын жарайды деп енді Қытайда айтып жүрдік талай Қытайдың әнін. Сосын Уайне Чунго деген бір өлең болды. Ол енді жаңа Қытайда бүтін Қытайда ол әнді білмейтін жұрт жоқ. Керемет, енді кең тынысты сондай. Мен сені сүйемін Қытай деген ән. Сосын жаңа концертте, үлкен кешкі салтанатты концертте шақырды. Елбасы отыр, жаңағы құрметті қонақтардың бәрі отыр. Сонымен жаңағы әнді айттым. Айтқанда концерттен кейін мені шақырып алды. Мына жақта Қытайдың елбасы, мына жақта біздің Қазақстанның елбасы. Соның ортасында мен отырып, сосын жаңағы Жанземин сұрап отыр. Ой, фырмайсыз, Қытай тілін қандай жақсы сөйлейсіз? Елбасын айтып жатыр да, мына қазақтың қыздар қандай керемет, тілдері жұмсақ, не деген алғыр өзі. Мына қыздың акцентсіз дейді, ешқандай несіз, қандай таза Қытай тілін сөйлеп жатыр. Айтады, менде жаңағы Шанхайдың акценті бар тілімде. Мына қыз таза мемлекет тілін сөйлейді екен деп жаңағы сондай не болды. Сосын жаңағы әңгімелесіп, елбасына екеуінің ортасында жаңа переводчик дейді ғой. Тілдерін аударып қазақшаға, жаңағы Қытай тіліне, қытайшадан қазақшаға аударып сондай бір кезуі болған. Сол себептен міне елбасымен бірінші таныстым. Содан кейін жаңағы азаматтықты ала алмай жүрген азаматтығымды да алдым. Сөйтіп аяғыма тұрып кеттім Қазақстанға. Дұрыс болған екен. Мынау әлгі елді танытатын өзіңдей ғой, азаматтар ғой айналайын. Ал енді шырағым, майра, мынау кезінде өзіміз әлгі Уәлидің майрасын айтушы едік. Қазір өзің мінеки атың аңызға айналған қызсың. Осы атаңды сыйласаң, бір ауыз Қытайым болсын, жаңағы қазақша болсын, бір ән салып берші шырағым. Өзіміздің ана тілімізді айтайықшы. Өзімнің ең сүйіп айтатын әнім Ағажай Алтай, Алтайдай жер қайдай деген, осы елге деген сүйіспеншілік сағыныш әні.
Ой, заман-ай десеңші, міне өлі көзге жас үйірлейін деді. Өркөнің өссін шырағым. Рахмет ата, рұқсат болса, тағы басқа ауылға бару шаруаларымыз бар әлі. Айналайын, Мен рұқсат ақындап- мынау. Жолыңнан қалдырдым бейбай, енді өзіңдей адамды көріп бізге. Ой, мына Жақсы сау болыңыз. әкем ау, мына біздің мына баламызда мына келінде ән айтады. Тек осы дастарханнан шығу ұялшақ, содан ары шыға алмайды. Мына менің немеремде әйтеуір бер таман келші. Өнерлі болама енді кім біледі осының аузына бір түкіртіп алайын деп едім. Әп бәрекел. Әп бәрекел, дайналайын. Үлкен әнші бол. Еліңді, Аузыңа май жеріңді әкем. қорғайтын үлкен азамат бол. Ой, аузыңа май айналайын. Жақсы ата, сау Жақсы болыңыздар. шырағым. Жолың болсын әкем. Рахмет. Бір қуантып, бір марқайтып тастадың. Жақсы. Бұлай шығарып салайын. Келесі сайлауда өзімді депутаттыққа ұсынбасам болмады. Түнімен ары ойлап, бері ойлап, ақыры шештім. Жаным әшейін, күнім сол. Жалғас. Жалғас, тұршы енді. Жаным әшейін, күнім әшейін, тұра қойшы, Құдайдан сұрап алған күйеуім әшейін. Тұршы енді, Жалғас. Гайлерім атағай. Жаным ау, қайдағы гайи? Гайидан әбден заразап шеккен адам сияқтысың ғой өзің. Не болды саған? Күнім сол, айым сол. Айгүл, Ау. сен мені сағындың ба? Жаным ау, сен сағынбағанда кімді сағынамын, Жалғас? Мұрнынан сол, көзінен сол. Мен де сағындым. Жалғас, сен сағынбағанда кімді сағынамын, жаным ау? Сен осы жолда кездескен қыздарды мінгізген жоқсың ба? Жоқ, үңгізген жоқ. Оларды бетінен сүйген жоқсың ба? Сүйген жоқпын. Жоқ. Сен көзіне шөп салған жоқсың ба, е? Жоға. Мен салмаймын ғой. Шөпті де басқанды. Жалғас. Айтшы, сен осы мені жақсы көресің ба? Дауыстап айтсай? Жақсы көрем. Той, Жалғас, қаттырақ айтшы. Жақсы көрем. Кімді? Тек, екеуін қоймадыңдар ғой, тек махаббат болды, тек. Тілерін қара. Айгүл айттым ғой саған. Ендіке кетеді деп айттым ғой. Бейбіт. Сенің бір осы не жүрмейтін жерің жоқ, естімейтін сөзің жоқ екен. Жалғас, жүрші, жұмыш енді. Жүрші. Су құш қолына. Айгүл. Қас. Ал, Айгүл, мен бар ғой ше, күйеуге шыға шешім қабылдадым. Қой ше, сен осы ай сайын шешім қабылдайсың. Енді шын айтам, бұл жолы нақты шешім қабылдадым. Өмір болса зулап өтіп кетіп бара жатыр. Мынау мен күткен падишалар болса жоқ. Аспанда қалықта ерме, енді жерге түсуі тура келіп тұр енді. Онда оның дұрыс екен. Дұрыс дегенсің. Айгүл, мен бар ғой бостан бос келген жоқпын. Ай, құрмаш қайда өз? Құрмаш жоқ па не? Құрмаш ауылына кеткен, келіп қалады. Айгүл, мен бар ғой бостан бос келген жоқпын. Анау айран сұрап келіп шелегін жасыма дейді ғой. Осы есінде емес енді. Қашан осыдан бір 8-ші класс оқып жүргенде ма? 2,5 жыл бұрын Құрмаш маған сөз айтып еді ғой. Сол кезде мен қарамай қойып едім ғой оған. Әй, Бейбіт. Оны ойлап қайғырып жүрген Құрмаш жоқ. Айгүл, арқамды уқалап жүрші. Ой жаным, қазір. Сен, Құрсып қалған жоқ па арқан? Сол Құрмаш қайтшы, мен келістім. Неменеге келістің, Қалай немеге? Құрмашқа тұрмысқа шығуға. Мына қызды ұят жоқ екен. Қарындасым не күн тұрды басың, Бейбіт, оның қазір жүретін қызы бар. Айгүл, енді бір көйлегіңді кигізерін айландырып берші, жиеніңді, Айгүл. О, Бейбіт, Айгүл. саған не болған, ол айналдырғанға айнала салатын кішкентай бал емес қой? Айгүл, Ау. мен сені бар ғой? Шынымен жақсы көреді екен. Шын айтасың ба? Шын айтам. Рахмет жаным. Рахмет күні. Орамалды жүрші. Қаншама уақытын өткізіп алдық. Ай, өткен күндер, ай. Мағжан әкелі. Қайта оралып келсе, қандай жақсы болар еді.
Çay içpeyбит. Құрметті көрермен, ят болса да ұялар түрім жоқ. Ят болмасын бағдарламасы өз жұмысын аяқтады. Той қоласын. Жалғассан тұрғасын бей. Тұрды ата, келіңіз çay ішіңіз. Мынаны машинаңды қарап келатыр, мана айнасын біреу сындырып кетіпті ғой. Ойбай. Қарағандыдан өтіп бара жатып, өзінен өзі сынып қалды. Ол мынау сенің, ойбай, отыра берсең қызым. Жалғас. Мына жұмысың сенің жұмыс болмады. Үй көрмейсің, 2 ай болды мінеке міне. Тұрыңнан тұрда қалмапты. Бағана құрдасың келді, сен осында дем алып жатқаннан кейін оятпа дедік. Рамазанда айтам. Соған айттым мен ана әлгі.